Назар аударыңыз. Керемет хабар. Осы хабарламаның астына бір емес ондаған лайк бассаңыз, оған тұрарлық. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписациядан баларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Биыл 1 шілдеден бастап мүгедектігі және жаңа асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы 14,5%-ға қосымша арттыру көзделген. Бұл туралы қр ЭХ еңбек және халықты әлеуметтік қорғау комитетінің төрағасы Төлеген Оспанқұлов орталық коммуникациялар қызметінің брифингінде мәлімдеді деп хабарлайды Ел-Каза ақпараттық агенттігі. Бұл жұмысты біз бүгінгі толық атқардық. 1 шілдеден бастап азаматтар кезек-кезекпен көтерілген жәрдемақы ала алады, деді Төлеген Қанақұлы. Мүгедектігі бойынша жәрдемақының мөлшері мүгедектіктің тобына және себебіне, сондай-ақ тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджеттен туралы заңда белгіленген ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасына байланысты болады. Қазіргі таңда мүгедектігі бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушылар саны 532 мыңды құрады, деді төраға. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.